Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін сіздермен жүгерлерді қысқа сақтау әдістерімен бөлісетін боламын. Бірінші әдіс, яғни қайнатылмаған піспеген жүгеріні алып, осындай арнайы қатыруға арналған пакеттерге салып, аузын бекітіп сақтауға болады. Егер бұндай пакеттеріңіз болмаса, қарапайым обычный пакеттерге салып сақтай беріңіз. Екінші әдісте әрбір жүгеріні жеке-жеке пищевая пленкаға орап, осылай екі жағын жақсылап бекітіп сақтауға болады. Және бұндай жүгерлерді шикі күйінде сақтау керек, пісірмейсіз яғни. Үшінші әдіске жүгеріні қайнатып аламыз. Осылай бір жолағын алып тастап, келесілерін алу оңай болады. Осылай алып тастасаңыздар. Бұндай жүгеріні салаттарға, екінші гарнирларға қосып ұсынуға болады.